Үйленуге тізерлеп ұсыныс жасау ұзатуда қалыңдықты көтеріп алып кету бұрын соңды болған ба? Бұл сұрақ сізді де мазалағанын білем. Мені де мазалайды. Бұл сүйекке түскен індет пе, әлде бүгінгі қоғамға керек пе? Артыңа қарама, бағыңды бағала қызым. Солнце ясное, там, где закаты ночей прекрасные, там я и время, и Қазіргі кезде ер азаматтардың болашақ қалыңдығының алдында тізерлеп тұрып ұсыныс жасауы бұл нағыз сорақылықтың белгісі. Мұндай дәстүр қазақта жоқ, болмаған. Жалпы мынау сөздіктерде, қазақ тілінің әдеби тіл сөздігінде тізе бүгу, қарсылас жауынан жеңілген кезде тізе бүгіліп берілу деген мағынаны білдіреді. Екінші, сәл аялдап тынығу деген мағынаны білдіреді. Ал енді одан басқа тәрбие этикалық нормаларға сай баталған кезде тізені бүгу бар, асығыс хабар жеткізген кезде, сөйтіп жолаушылардың жол бойындағы үйлерге түсіп нанауыз деген кезде тізені бүгу. Бұл енді тәрбие эталондары. Әлеуметтік желіде өселесін білмей жатып көтеремге салған ерлер қалыңдығын көтере алмай ұятқа қалып жатады. Ал ертеден келе жатқан ата-баба салты бойынша ешқашан қалыңдықты жұрттың көзінше көтермеген. Көтеріп бару деген дәстүр ол болмаған. Енді қазіргі кезде шатыстырып жүргені мынау шығар. Бұл енді Левшиннің еңбегінде де айтылады, Арғынбаевтың да еңбегінде бар. Бұл мынау қыз ұзатыларда ауыл аймақтағы туысқандарының үйлерімен қоштасады. Сол кезде мынау кіші жүзде, орта жүздерде қызды кілемге салып көтеріп жүрген дәстүр болған. Ал енді мынау ұлы жүзде қыз өз аяғымен жүріп қоштасып шығатын болған. Енді қызды ұзатуды бір ауылдыңдағы ағайын туысқандармен қоштасумен осымен шатыстырып жатады. Негізі қыз ұзатылатын кезде көтеріп алып кету деген дәстүр болмаған. Әдебиетші айтты, желіде тараған көптеген ерсіліктерді де көріп үлгердік. Бірақ біз үшін әрқашанда қоғам ойы маңызды. Ендеше бұл миға қонымсыз әрекеттерге халықтың көзқарасын бірге білсек. Білім дұрыс шығар. Қалайды жастар көтеріп алып кеткенде. Қазіргі. Ал енді бұрын ондай ата-бабаларымызда ондай салт дәстүр болмаған ма? Кому как, конечно. Жігітке байланысты. Бірақ дұрыс енді кішкене қыздың аяғын тигізбей артқа қарамай деген сияқты қылып ше. Кеткенде ол да кішкене ерсілеу. Дұрыс деп ойлаймын. Дұрыс шығар. Әркім өзі қалайды, не қаласа да істей береді, дұрыс па? Тізерлеп қажет жоқ сияқты. Емес сияқты меніңше. Әркім өзі біледі. Егер қызды сыйлап, құрметтеп тұрса, неге тізерлеп отырып ұсыныс білдірмеске? Қазақтардың менталитетіне кішкене ерсі деп ойлаймын. Отношениясына қарай, жақсы қатты сүйсе, то болады.